Жалпы бүгін наурыздың 18-і елімізде ұлттық киім күні. Ұлттық киімді бұрын тек наурызда ғана киетін едік, ал оның өзінде де қойылымдарға, көріністерге де қолданылатын. Қазір сен қозғалғаны байқалады. Парламенттің өзінде жыл бойы тақия киіп жүрген депутаттар да бар. Ұзату, келін түсіру тойларында да ұлттық киімге мән беретіндер көп. Жастар арасында да қызығушылық артып келеді, тиісінше ұлттық киімді тігетіндер, осы бағыттағы дизайнерлер киім салондарда көбейді. Этностильге жаңа леп әкелуді мақсат еткен дизайнерлердің бірі Дария Қуатжанның сән коллекциясына назар аударыңыздар. Қайырлы таң. Қандай сұлу болып тұрсыз, қыздарыңыз қандай, киімдеріңіз қандай сұлу. Негізі осыған дейін, біздің бұрындары тек қана бір шапандар киетін едік, ал қазіргі таңда сырт киімнің түрлері бар, көйлектердің түрлері бар. Өте әдемі. Жалпы айтыңызшы, осы біздің ұлттық киімдерімізді насихаттау мақсатында түрлендіру идеясы қалай туындады? Мен екші ортаға қарай тұрайық. Жалпы бұрындары өздеріңіз айтқандай, біз той томалақтарда шапандар киетін едік. Ол шапандар ауыр бір оюлармен күнделікті өмірге ыңғайсыз болатын еді. Менің мамандығым осы мамандық болғаннан кейін адамдарға барынша ыңғайлы әрі сәнді етіп жасау менің міндетім болды. Сондықтан да іздене келе мен осындай коллекция жасаймын деп шештім. Қазір бұл коллекциялармен әлі де жұмыс жасаудамыз. Жалпы білуімше осы әр киімнің өзінің атауы бар. Қасынан жақындап көрсетіп таныстырайықшы біздің көрермендерге. Әрине. Мысалға бұл бомбер, бізде қазақта күртеше деп атайды. Бұл бомберді америкалық кройды алып, қазақшаға ауыстыру арқылы жасаған болатынмын. Айналдырып қарасақ, бұл жерде артында сырылып тігілген оюы бар, бұл жерде джинсы матасынан жасалған құрақ бар. Және де мен әрқашанда өзімнің киімдерімде киіз үйдің кройларын алған болатынмын, сондықтан да бұл жақтан киіз үйдегі бар уықтың, жалпы түскиіздің андай бір кройларын көруге болады. Бұл бомберді мен нар деп атадым, себебі өзінің формасы да соған ұқсайды. Жалпы түйенің бір өркешіне ұқсап келгендіктен формасы нар деп атаған болатын. Бұл қазіргі көктем сезоны өте жақсы келеді, себебі бұған ішіне қалың подклад та қостым. Яғни қазіргі ауа райына, көктемдегі ауа райында біз күнделікті қалың күртешелердің орнына басқа ештеңесі осындай оюмен қызықты түрін кисек, мен ойымша өте керемет болады. Ал бұл енді жеңілірек түсі. Біздің қазақта қолданылатын түстер осындай қоңыр тәрізді түстер, сары түстер деген сияқты. Және де бізде акцент ретінде әрқашан тақиясына көріп тұрсаңыздар, қызыл түсті қостым. Сонымен қатар бұның артында қошқар мүйіз оюы бар. Бұл жерде де акцент ретінде қызыл жіптермен тігілген. Матасы да джинсадан, және де қолы да сырылып тігілген. Кройына мән берсеңіздер де, бұл жерде киіз үйден алынған көптеген сызықтар қосылған. Бұны жай ғана күнделікті өмірде кисеңіздер болады, той томалақтарда да кисеңіздер болады. Өте жақсы келеді деген ойдамын. Және де біз көбінесе қазақтар зығыр матасынан көйлек тіккен. Мен зығыр матасынан көйлек қосқан болатынмын бұл образға. Керемет. Ары қарай таныстырсам, бұл бізде ханша шапаны. Бұл шапан әзірге бір экземплярда, себебі көріп тұрғандарыңыздай, бұл толығымен құрақ техникасында оюлары қол өнерімен тігіліп жасалған. Және де айта кететінім, бұл шапан Милан Fashion Weekқа барған болатын. Бағасын сұрасам бола ма, бір ғана экземпляр болса? Бұны мен диплом тігіп болғаннан кейін сатқандықтан 100 мыңға сатқан болатынмын. Бірақ сол сатып алған кісінің айтуы бойынша ол кісіден одан қымбат бағаға, екі есе бағаға сұрап жатыр екен, бізге сатыңыз деген сияқты. Бірақ мен тікпегендіктен ол кісі менде бір экземпляр болсын деп. Енді құрметті көрермен, менің білуімше Дария ханым осы джинса маталарының, яғни қолданылған джинса бар ғой, біз киетін кәдімгі күнделікті күнде соларды қолданылады екен, қолданасыз. Айтып беріңізші, не себепті? Мүмкін ол сіздің тек қана бір ерекшелігіңіз шығар, мүмкін сондай матамен жұмыс істеу жеңіл шығар сізге. Мен коллекция жасаған жылы эко тақырыбы өте қатты сәнде болды. Сондықтан да мен қолданылған джинсаларды қолданайын деп шештім. Бірақ та бұл жердегі олардың ерекшелігі, қолданылған джинсаларда ерекше фактуралар болады. Бір жағы мысалға қарап көріп тұрсаңыздар, жарық түсі бар, оның кішкене қоюырақ түсі бар. Бұл киімге өте әдемі бір фактура береді. Егер де мен жай матаны ала салатын болсам, бұл ондай қызық шықпайды. Мынау основасы оның жай матадан, джинсы индиго түсі деп айтады, қою көк түсінен. Және де кожа қолданылған бұл жерде, тері матасы. Сонымен қатар қызыл түс барлық жерде акцент. Екені бізде
қазақтарда киіз үйде болсын, кез келген киімде болсын, қызыл түс өте қатты рөл ойнаған болатын. Енді маған қызы бана джинсарды қалай іздейсіздер? Енді қолданылған киілген деп айтып кеттік қой. Сұрап жүресіз бе, сатып аласыз ба адамдардан? Сатып аламын да, үйге барған кезде де әрқашан киілген джинсы болса тастамаңдар, маған ол керек деп. Әрине оны жуып, өңдеп, таза күйінде әдемілеп қолданамыз. Жүрген жерімде былайша айтқан кезде киілген джинсы іздеп жүремін. Сіз келе жатқан кезде туысқандарыңыз джинсы киімдерін тығып қоймай ма, алып кетесінде? Керісінше дайындап қоятын болып жүр, үйреніп қалды. Маған қызыға Ханша деген аты. Неге Ханша деп аталады? Себебі жалпы киімге қараған кезде мен оның бір мінездеме бергім келеді, характерін көрген кезде сондай бір мысты, сондай бір тұлғалы әйел киетіндей шапан болады дедім да. Ханша деген ат қойдым, яғни ханша ұйымның киюіне болатын шапан. Қазіргі заманауи ханша ұйымдар кисе болады деп ұсынар едім. Маған сіздің сол ат қойыңыз өте ұнап отыр, әсіресе өзіңіздің үстіңіздегі киім көк сауыт деп аталады. Бұл көк сауыт деп аталады. Бізде Европада өздеріңіз білсеңіздер, көбінесе корсет қолданатын еді. Сонымен біздің қазақтың қыздары да көп корсет кигісі келетін. Бірақ мен ойладым, неге біздің кәжекеймен бірге корсетті қоспасқа деп. Екеуін қосып едім, осындай әдемі бір киім шықты. Соны мен көк сауыт деп атадым, себебі бізде қазақ қыздары тек қана нәзік емес, сонымен қатар ер жүрек келген, батыр қыздар болған, ошақ басында да отырды, соғыс болса соғысқа да шықты, елдің де қамын ойлады деген сияқты. Сондықтан да осындай ат қойған болатын. Енді осы жерде айта кетпеске болмас, менің үстіндегі этно менің стилім дейін, бүгінгі сіздер келеді деп, әдейі түспенде палитрасымен келсін деп таңдаған образым. Осы образымды маған дайындап берген Ақбота Жолдасбек деген қазіргі таңда Астана қаласына және де жалпы елімізге танымал дизайнер, стилист. Жалпы енді бұл қарап тұрсам, бәрі келетін секілді, этностильге. Өте әдемі, палитрасымен де бәрі келетін секілді. Ақбота ханымға сол үшін рахмет айтқым келеді. Өйткені мені бүгін осындай әдемі етіп шығарған. Енді Дария ханым, қыздар ғана кие ме, ұлдарға, ерлерге коллекция бар ма? Жоқ, қазір заманауи тенденция бойынша біз киімдер ұлдарға немесе қыздарға бөлінбейтін болды. Тек қана өлшем жағынан ғана бөлінеді. Менен тіпті көк сауытты да, бұл нар бомберінде, мына шапандарды да ер адамдар арасында сұранысқа өте қатты ие, және де бір шамасын тігіп те бергенбіз. Сондықтан да бөлінбейді. Енді келесі қыздың киімін түсіндіріп берсеңіз, ерекшеленіп тұр, қара түсті, және де бұл күнделікті өмірге кішкене спорт шикқа келетін секілді. Біздің жастар көбінесе қара түсті ұнатады. Сондықтан да қара түссіз киім қашан жасалмайды деп ойлаймын. Бұл джинсов, күртеше джинсовка ою, артында қошқар мүйіз оюмен, қолы сырылып тігілген, және де ішінде қарасаңыздар, біздің жастарын жақсы көретін толстовкасы. Соны шешіп көрсетсек бола ма? Өйткені бірден көзге түседі екен. Бұл да сіздің коллекцияңыз ма? Бұл да менің коллекциямнан. Шаңырақ кеселеті, киіз үй. Шаңырақ үстіге біз қараған кездегі картинкасы, бұл жерде бейнеленген, тағы да қосқан қызыл түс, акцент түсі. Және де бұл жерде шалбарын көріп тұрсаңыздар, шалбарында да принтпен өрнек жапсырылған. Яғни мата джинсадан біздің жастардың ұнататын матасы, сонымен қатар оның формасы да барлығы жастарға сай етіп жасалған. Киімнің барынша осындай практикалық, прагматикалық жағының қолданыста киюге болатын жағының бар екендігі мені қуантып отыр. Тек қана әдемі емес, сондай-ақ кез келген жағдайда киюге болады, сонымен қатар сіздің өзіңіздің ерекше бір техникаңыз бар екен, құрақ техникасымен істейсіз. Жалпы қандай техникалары бар, және де өзіңізге қайсы одан бөлек ыңғайлы? Жалпы мен бір техникаға тоқтап қалам деп айта алмаймын. Қандай тенденция әлемде танымал болып жатыр, соның бәрін қосуға тырысамын. Тек қана бір қазақи демді сақтап қалуға тырысамын. Қалған барлығы еркін түрде деп айтар едім. Себебі мысалға мына шапанның өзі, бұның кройы кәдімгі плащтан алынған. Біз күнделікті көктемде киіп жүретін, бірақ мен оған бір түстер қосу арқылы, оның мына жақтағы сызықтарының ерекшелігі арқылы қазақи дем бердім. Бір қарасаң, бізде қазақтарда бұндай шапан болмаған сияқты, бірақ бір қарасаң, бұл қазақша шапан сияқты. Расымен де 20 ғасырдың басындағы, 19 ғасырдағы фотосуреттерге қарасақ, кейбір стиль, әсіресе мына қызыл жіппен етіп жолақталған формасы соған келетін секілді. Енді мен қызықтырып тұрған бір дүние, атауын да әдемі қояды екен. Өзіңіздің де тіліңіз қазақшаға жатық екен. Барынша киімдеріңізде қазақилықты сіңіргіңіз келеді екен. Қай жақтың тумасысыз? Бұл қазақилық сізге қайдан дарды?
өзім Талдықорған тумасымын. Менің ата-анам, әке-шешем, яғни қазақилыққа өте жақын адамдар. Мен кішкентай кезімнен осыны көріп өстім. Бұл салаға жақын болғаным анамның да бір септігі болды деп айтамын. Себебі мына жақта тұрған сандықтың үстіне тұр екен. Осындай көрпелер, кигіздер, кестелер анам кішкентай кезімде оқитын. Және де киімде тігетін, бірақ ол толық білім алмағандықтан киімді профессионально тіге алмайтын. Сонымен, бірақ өзім де сәнге қатты жақын болғаннан кейін, өзімнің көріп өскенімде бұл қазақилық, сонымен білім ала келе, менің жасаған дүниелерім де осы болды. Ұяда не көрсең? Иә, көрсең, не көрсең, соны ілесің дейді, сондықтан да. Расымен де. Әке көрген ұлжанар, ана көрген домпішер деген дәл осы секілді. Құрметті көрермен, дәл осы жерде осы бір керемет сән коллекциясына қарай отырып, кішігірім үзіліске шағын жарнамаға кезек беретінімізді айтамыз. Алыстамаңыздар. Қазақтың сән өнері әлем бойынша танымал болып келе жатыр. Түрлі брендтер, түрлі танымал модельдер барлығы қазақтың осы ұлттық киіміне, ұлттық өнер нақышына қызықтырып отыр. Енді дәл осы орайда біздің студияда Дария Қуатжан келген хабарлаймыз. Жаңа жарнама алдында біраз дүниенің басын ашып айттық. Біраз сән коллекциясының түрлерімен, атауларымен таныстық. Енді мен қызықтырып тұрғаны, осы бір өнерде, осы сән коллекциясымен алысқан кезде шабытты бір үйден алу, немесе бір стилистерді қарау, кейінгі трендтерді бақылау деген секілді бола ма? Қай жерден аласыз? Әрине, бізге олсыз болмас. Әрқашанда біз іздену үстіндеміз. Ол деген кітаптардан басталып, Pinterest, Instagram барлығымыз қараймыз. Соңғы трендте не бар, соның бәрін қамтуға тырысамыз, және соны тағы да қазақилыққа әкелуге тырысамыз. Яғни оған дейін де біз қазақтың оюларын, түстерін, не киді, соның бәрін зерттей келе, әлемдік тенденциямен ұштастырып, осындай коллекциялар шығарамыз. Жалпы қазіргі таңда жасанды интеллектте дамып келе жатыр ғой, соған байланысты ой ертең мысалы дизайнердің қалауы бойынша маған осындай суреттер салып берші, осындай стильдегі деген кезде уақыт өте келе дизайнерлерде тоқырау болмай ма? Қалай ойлайсыз? Жасанды интеллектті көп қолдана берсе, дами берсе алдағы уақытта. Менің ойымша қолөнер әрқашанда бағаланады. Ол жасанды интеллект жасай алмайтын нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да дизайнерлер әрқашан трендте. Жоқ, осының ішінде бана дизайны, суретін негізсек, образдарды мысалы, адамның бана қиялына ерік беру мысалы, бір тоқтап қалса, нүкте қойылса, егер жасанды интеллект ары қарай дамай берсе. Кейде айтады ғой, мысалға, осындай шапанды, мынандай ой өрнектерін, мындай түсте салып бер десе, қазір жасанды интеллект салып беретіндей деңгейге жетіп қалды. 100% салып береді. Менің ойымша ол біздің жұмысымызға тек қана бір өзінің артықшылығын беретін сияқты. Мен ешқандай оның әлі де минус көріп тұрған жоқпын. Қайта бірлесіп, ары қарай көмектесетін есінде бір жақсы әсері бар дейсіз ғой. Интеллектпен дос боламыз. Жалпы қазіргі таңда мен бәрінен де сұлу болсам екен деп тым шектен шығып алатын кездер болады. Яғни әшекей бұйымдар, детальдарды көп киіп алатын қыздар да болады. Жалпы этностильде әшекей бұйымдарға кішкене қатты қарау керек сияқты. Қалай ойлайсыз, түсіндіріп кетіңізші дизайнер ретінде, қандай әшекей бұйымдармен қандай киімдерді кию керек, қатты тым көп әсерлемеу үшін? Мен ойымша қазір трендте тағы да айта кетсем, минимализм. Оны сақтап отыру керек. Мысалға, мен бұл жерде шолпы мен сырға қостым, тақия қосқан жоқпын. Сол сияқты бұл жерде тек қана тақияның бізге бір бейнесін беріп тұрған әшекей, мен бұл жақта сырға қосқан жоқпын деген сияқты. Сол сияқты барлық образдарда ол сақталған. Күнделікті өмірде, мысалға, ол қатты оюланған жилет болуы мүмкін, оған артық бір әшекей қосудың керек жоқ. Мүмкін бір сырға деген сияқты да. Сонымен тоқталуға болады. Бірақ енді біз енді ғана келіп жатқандықтан, өзіміздің ұлттық киімімізді күнделікті өмірде киіп, бастапқы уақытта әрине көптеген ондай қателіктер демеп қояйын, адамдар енді ақырындап үйренеді деген ойдамын. Біз енді дизайнерді сөзге тарттық, енді дизайнердің өнімін киіп жүрген модельдерді сөзге тартсақ, мысалға, есіміңіз? Альдина. Альдина, айтыңызшы, сізге осындай неоклассикалық дейміз бе екен, қазақи стильдегі киім ұнай ма? Несімен ұнайды? Неге осыны таңдайсыз? Әрине, қазіргі таңда барлық қазақ қыздары десем болады, көбісінде осы қазақи нақышта көбісі киіп жүр, және еліктегенім де мүмкін содан шығар. Ләжде болса өзімде алар едім. Бәрекелді. Сіздің мысалға үстіңіздегі образда тағы бірдеңе қосқыңыз келе ме, әлде мүлдем осы қалпында қалдырып, тағы да басқаша бірдеңе өзгерт деген секілді ойыңыз бар ма? Дизайнердің айтпақшы, тақия артық болмас, қосар едім тақия болса. Жақсы. Бәрекелді. Ал өзіңізден бір ауыстырсам, сізге ше ұнай ма осындай қазақша стиль? Ұнайды. Несімен ұнайды?
бәрі жақсы. Аха. Күнделікті өмірде, мысалы қарапайым жұмысқа барғанда, сыртқа шыққанда осылай киініп жүруге дайынсыз ба? Конечно. Иә, дайын болсаңыз, міне жауаптарыңызға қарап, бұл дүниенің әрқашан қолданыста болатыны, әрі бүгінгі ұлттық киім күніне орай, бұндай дүниенің әрқашан еш артық етпейтіндігінің де бір куәгері болған сияқты. Иә, және де айта кету керек, бүгін Дария ханымның жалпы сұхбат берудегі алғашқы эфирі құтты болсын. Біз сіздің тұсауыңызды кескендей болдық, иә? Енді бір қуаныш сезім болып тұрған шығар, сізді барша ел халық көріп тұр, туған туыстарыңыз көріп тұр, мүмкін сәлемдемеңіз бар шығар. Иә, Наурыз мерекесіне өзіңіздің жыл тілегіңіз болса. Иә, барлықтарыңызды келіп жеткен Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрине, алғысымды ең алдымен ата-анама айтамын. Сонымен қатар сіздерге шақырғандарыңызға көп рахмет деймін, себебі менен кейін өсіп келе жатқан қаншама жас дизайнерлер бар, иә. Менің жұмысымды көп таңғалып жатырсыздар, бірақ мен өзімнің әріптестерімді білем, одан да мықты жұмыстар жасап жатқан. Мені көру арқылы оларға да бір мотивация болатын еді. Себебі Қазақстанда осылай дамып, сән әлеміне үлес қосқысы келетін көптеген дизайнерлер бар екеніне сенімдімін. Және де сіздер де соған өздеріңіздің бір үлестеріңізді қосып жатырсыздар. Сол үшін көп алғысымды білдіремін.